Философ барлығы жетпіске жуық тіл білген. Осы кішкене ғана видео кім туралы, қандай ғұлама ғалым туралы айтылған деп ойлайсыздар? Осы видео Әл-Фараби ғалымы туралы айтылған. Жақсы, ол кісінің қандай еңбектерін білесіздер балалар? Қандай салада ол кісінің еңбектері бар? Математика саласында, физика, астрономия, көптеген ғылым салаларында ол кісінің еңбектері бар екен. Сабағымыздың осы кісі туралы басталуы кездейсоқтық деп ойлайсыңдар ма? Неге? Себебін қалай ойлайсыңдар? Айта берейін, еркін айтамыз. Айта бар. Бұл ғалымның 1150 жылдығына арналған. Дұрыс айтамыз. Осы жылы ол кісінің ғұлама ғалымның 1150 жылдық мерейтойын тойлағалы отыр екенбіз. Жақсы, ендеше сабағымызға кірсек, өткен тақырыптар бойынша қазір топ болып жұмыс істейсіздер. Мына плакаттарды топ болып бірге орындаймыз. Тапсырма түсінікті ма? Барлықтар дайын ба? Тек мына жерге қорғай берейік онда. Бірінші топ. Топ кіші топ екеніңіздер. Алған топтар қарап, тексеріп отырайық. Тапсырманы оқи ғой. Тұйықталған тізбекте қай уақытта өтеді? Тұйықталған тізбекте бұл тізбектен екінші нүктеден бірінші нүктеге қарай өтеді. Себебі бұл тізбекте вольтметр жоқ амперметрден вольт полюстен теріс полюсқа қарай өтуіне байланысты. Екінші нүктеден бірінші нүктеге. Тоқтыратындар бар ма балалар? Тек амперметрге ғана байланысты ма бұл жерде тоқтың бағыты? Неге байланысты? Қол көтеріп айтайық. Батареяның полюстарымен байланысты. Батареяның полюстары ол нені білдіреді? Мына жердегі плюс минус деген нені білдіреді балалар? Бұл жерде тағы да кішкене тоқтырайық. Тоқтың бағыты қандай өрістің бағытымен бағытталады? Дұрыс айтады, электр өрісінің бағытымен бағытталады екен. Бірінші топты мен кішкене толық емес деп плюс минус деп бағалаймын. Рахмет. Келесі топ. Кернеу топ, келіңіздер. Света амперметр және вольтметрмен тоқтар. Мына нүктесінде вольтметр орналасқан себебі ол тізбекке параллель болып жалғанады. Ал мұнда амперметр орналасқан себебі ол тізбектері жалғанады. Жақсы, дұрыс орналастырғансыз, иә? Және бұл жанып тұрған жол себебі кілт қосылмаған. Қосылмаған, сондықтан әлі тізбекте тоқ жүріп жатқан жоқ деп айта аламыз, иә? Вольтметр нені өлшейтін, қандай физикалық шаманы өлшейтін құрал? Вольтметр кернеуді өлшейді. Кернеуді өлшейді. Кішкене сенімдірек сөйлейміз. Амперметр қандай физикалық шаманы өлшейді?
тоқшын, иә, тағы да плюс минус кішкене сейіндірек сөйлеу керек. Плюс минус деп бағалаймын. Келесі тоқ вольтметр күтеміздер. Оқушы амперметр, 2 вольтметр, резистор, кілт, электршам және ток көзінен тұратын электр тізбегін жинақтады. Бершіктағы қажетті элементтер шарттарды белгілерді орналастырды. Резисторға параллель жалғанатын вольтметр себебі вольтметр құрамға параллель жалғанады. Ал шамға параллель жалғанып тұрған ол да вольтметр. Ал тізбекте ол амперметр жалғанып тұрады. Амперметрді құралға параллель жалғауымызға бола ма? Жоқ. Болмайды. Жақсы. Тоқ плюс деп бағалайын тоқты. Келесі тоқ. Рахмет. Тапсырмаңыз отыр ғой. Тізбектерді салыстырып тұжырым жасам. Бірінші суретке қарасақ, бұл жерде тұйық толмаған. Және де бұл жерде тоқ күші жүрмейді, өйткені бұл жерде тұйық толмаған. Ал екінші суретке қарасақ, бұл жерде тұйық толған. Және де бұл жерде шам жанады. Жақсы. Тоқ күші жүрмейді. Шамнан басқа осы электрлік тізбекте тағы қандай құралдар бар? Кілт бар. Және де мынау не? Минус. Шам жану үшін кілт тұйықтады. Бізге не керек екен енді? Тоқ көзі керек. Тоқ көзі. Өте жақсы. Плюс деп бағалайын. Сонымен балалар, электрлік тізбек деген біз не үшін екен? Батыл сұраққа жауап бере беріңіздер. Электрлік тізбекті өмірде қайда қолданамыз? Өздерің көріп жүрген электрлік тізбек бар ма? Оның қанша қажеті бар бізде? Тұрмыс-тіршілікке дұрыс айтады. Мысалы, электр шамын жандыру үшін айта берейік, батыл түрде сөйлейік. Автокөліктердің қозғалыстары үшін, е? Жақсы. Келесі. Конфуцияның балалар мынандай сөз бар екен. Маған айтсаң, мен ұмытып қаламын. Маған көрсетсең, мен есімде сақтай аламын. Маған осыны істеуге мүмкіндік берсең, сонда бұл мәңгілік менікі болып қалады деген екен. Яғни кез келген білім, оны біз өмірімізге жаратып үйрену үшін не істеу керек деп ойлайсыңдар? Практика жүзінде орындау керек. Содан кейін іске асыру керек. Өмірде қолданып үйренуіміз керек екен. Демек, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты осы электр тізбегіндегі тоқ күшіне кернеуді анықтап үйреніңіздер қазір сабақта. Сосын физика кабинетіндегі қауіпсіздік шараларымен тағы да бір танысып өтеміз.